Құрметті Туркулов Беркін мырза, өтініштеріңіз тозбады ма? Сіздердің білмеймін, бұрын соңды інім қайдан келген, қалай болған, кім болғаныңды, бірақ науқастар шағымданып жатыр, дұрыс диагноз қоймайды деп. Ауызға тығатындай санымыз қамат консилиумдеріңізден. Бір консилиумда бар ма бір нормальный диагноз қойғандарың? Бар ма? Айтыңдашы, бізде мынандай диагноз қойдық, адамды мынандай емдедік, бауырын үйттік, жүрегін бүйттік, аяғын үйттік, миын сүйттік деп. Бар ма сондайларыңыз? Масқара ғой мынау. Сіздің анау сапасындағы ма, или бағана стратегический ма, медет па сынымыз бар. Не сіздің кемшілігіңіз, не сапа қызметкерлеріңіздің кемшіліктері. Масқара ғой мынау. Бүгін жұмыс орныңызға келдік, жиналыста дейді, фомста дейді. Біз мына врачқа келіп тұрмыз ғой, Бұл врач жоқ па бүгін, қарындас? Бұл кісі қазір басқа мекемеге жиналыста. Қандай жиналыс? Маған қандай жиналыс екенін айтпайды. Фонд деген не ол? Әлеуметтік сақтандыру фонды, Оның басшысын білмейсіз бе? Сәуле Сансызбаева емес пе? Қазір Сәуле Сансызбаевамен лично өзіме сөйлестім да, өтірік маған кеткен жоқ дейді. Онда қазір бас дәрігер келеді, сіздер күтіңіздер, сосын Дежуріңіз кім? Сізге сөйтіп айтып кеттім, анау көрінбей жатыр қарындас. Майдана Жеңісбекқызы. Сіз неге мені түсіріп тұрсыз? Алдап жатыр. Алдап жатырсыз ғой енді, фомсқа жиналысқа кетті. Или, Дәлеліңіз бар. қазір айттыңыз ғой, фомсқа кетті дедіңіз. Жоқ, мен алдағанымда дәлеліңіз бар. Мен Сәуле Сансызбаевамен сөйлестім. Көрсетіңіз. Не көрсетемін саған? Ертең ютубтан шығарып көрсетемін бәрін. Давайте ютубтан көрейін. Инстаграмнан көресің. Білесіз ғой, экстренный жағдайда мазалайып, просто они без конца твердят, что именно сізге кеттім деп ше. Мен ешқандай жиналысқа шақырмадым деп сізге айттым. Міне, жиналыс бар дейді, алдады. Қандай бұл фосфорный қандай больница? Екінші больница. Ол қатау қандай? Екінші қалалық емхана, Рахмет. Сау болыңыз, саулығыңыз тілеймін. Маған айтпай қойыңыз, бас дәрігер келеді, соған айтасыз. Аға, мен сіз тыңдадым, среда күні сізге хабарласып шақырамын сізді. Если ала алмасам, бөлімшеңізге барамыз. Оған дейін тірі болса, Өтірік, фомсқа звондадық, ондай жиналыс болып жатырған жоқ дейді. Қайдасыз орныңызда отырмайсыз? Экстренный науқаспен бардық, қарны жарылып қалған. Бір жылда 8 рет жатып шықты дегенде, не масқара, нәтиже болмаса. Тоқтатыңдар ондай жұмыстарың. Біз халық жиналып сендерге не үшін айлық төлейміз? Масқара ғой, сынымыз бар. Құрметті министр, кім еді қазіргі министр? Білмеймін. Күтіп тұрмын. Бір орында қалып. Құрметті Әлназарова Ақмарал ханым, фомсты желеу қылып, бүкіл дәрігерлеріңіз жиналыс деп кетіп қалуын доғару бар ма? Жоқ па? Әлде өзіңіз келіп тексересіз ба? Жеке тексеріс жасайсыз ба? Масқара ғой мынау. Білдей үлкен емханамыз ақсаңдап жатыр қаланың ортасында. Құрметті Қайрат Қалибек мырза, кезінде номер әдейін едіңіз ғой. Мұнан номер дваларыңызды ретте басаңыздаршы. Ағып батыр ағатын жеріне. Жайылып тұр. Масқара ғой мынау. Құрметті Әлназарова Ақмарал ханым, именно Қалибек Қайратқа сынымыз бар біздің. Осыны реттеуін сұранамыз. Беркін мырза, отырмайсыз, науқастарды қабылдамайсыз, орныңызда жоқсыз келсек, өтірік жиналыстарды ауыздан түйіп аласыз. Масқара ғой мынау. Министерство қайда қарап жатсыз? Шымкентке бір келесіз ау деймін. Мынау бардак мынау. Адамдар науқас өлім аузында жатыр. Главврачқа жазыламыз. Среда күн қабылдайды. Бүгін понедельник, среда күн қабылдаймыз дейді. Білмеймін, ешқандай жиналыс жоқ дейді. Сәуле Сансызбаеваға звондадық қазір. Не жиналыс айтып тұр? Өтірік бір жиналыстар, үйін бастырып, құрастырып аласыздар өйстіп.